Сәлем достар, сіздермен бірге мен Азиза. 2022 жылы 14 март күні Россияның ресми бірінші телеканалы арқылы эфирде көрсетілетін уақытта осы күнге дейін мүмкін болмаған жағдай болған. Және ол соғыс тоқтасын, айтылып жатқан сөздерге сенбеу керектігі жайында жазылған плакатта бірінші каналдың бұрынғы жүргізушісі саналған Марина Овсянникова тіп-тіке эфир уақытысында жаңалық жүргізіп жатқан жүргізуші артында тұрған. Журналист Маринаны қазіргі таңда Россияның қылмыстық кодексінің 273 бабына байланысты 15 жылға соттады. Бірақ журналистің адвокатының айтуы бойынша түрмеде онымен сөйлесу, кездесу былай тұрсын Марина Овсянникованың қазіргі таңда қайда екені де белгісіз. Россия құқығын қорғаушылар қазіргі таңда Марина Овсянникованың қайда екенін айтпай отыр. Достар, оқиғалар жалғасын бірге көрейік, бізбен бірге болыңыздар.